Ассалаумағалейкум көрермен қауым. Бүгінгі видеоролигімізде мына алдарыңызда тұрған частотниктердің IGBT модулін қалай тексеру керек екенін көрсетпекпін. Қарап отырсаңыздар, бұлардың түрлері әртүрлі болғанмен, ішіндегі IGBT модульдерінің схемасы негізі бірдей болып келеді. Кішкене өзгерістер болуы мүмкін. Өзгерістер сәл-пәл болады, қанша дегенмен, өйткені әртүрлі фирмаларынікі. Мысалы, Кастон деген фирманың 2,2 киловаттық частотнигі өте слабый, әлсіз. Данпс микродрайв деген бұл 7,5 киловаттық частотник күйіп кеткен, IGBT модуль күйіп кеткен осының, как раз. Сосын мынаның күйіп кеткен Mitsubishi деген немецкий 5,5 киловатт, 7,5 киловатт. 5,5 дегеніміз мысалы ғанау қандай да бір крандарды ауыр жүк көтерген кезде және де ұзақ уақытта көп нагрузкамен жұмыс істейтін кезде 5,5 киловаттқа дейін бере алады. Ал онша-мұнша нагрузкасы аз, көп салмақ түсірмейтін нәрселер болады. Мысалы, улитка деген сияқты сондайларға қысқа уақытта 7,5 киловаттқа дейін беруге шамасы жетеді деген сөз. Мынау да сол Mitsubishi. Бұл да жаңағындай слабый нәрселерге 15 киловаттқа дейін береді, ал қысқа уақытта 18 киловаттқа дейін бере алады. Бұл енді істеп тұрғаны, мынау күйіп кеткені. Ары қарай мынау алдарыңызда SEB Evradraйв деген немецкий частотник 22-де 2 киловаттық. Бұлар мынау тұрған модульдер. Мынау енді күштік бөлігі, яғни силовой часть дейді. Транзистор, диод барлығы осы ішінде. Мынау жаңағы басқарушы модуль былайша айтқанда. Мынау тұрған флешкасы, мысалы қарап отырсаңыздар. Өте күрделі қылып істеген немістер. Флешкеге жалғанатын мотордың параметрін барлығын енгізу керек. Жиілігі, тоқ күші деген сияқты, жаңағы КПД анау-мынау кеше көрсеттім ғой. Соның барлығын енгізіп дұрыс істемесең, біреу дұрыс істемесе бұл істемейді. Өте капризный. Және де бұған энкодер жалғау керек көп жағдайда. Абсолютті және инкрементальный деген. Сонымен кері байланысты түзу арқылы бұл жұмыс істейді. Функциясы деген енді шет тола енді. Немістер солай істейді өзі. Және де мынау да сол немецкий Synamix деген Siemens-тің частотнигі 4-те 4 киловатт, қателеспесем. Мынау жаңағы кешегі 110 киловатт, қысқа уақытта 132 киловаттқа дейін бере алады. 250 ампер 0-ден 500 герцке дейін бере алады. Бізге енді 50 герцтен асырмайды бұл жерде негізінен. Бұның басқару платасы мынау тұрмына. Кіріс, сигналдар, мынау басқару. Микропроцессор, ішінде тағы бар болуы мүмкін, әбден мүмкін. Бұның астында жаңағы IGBT модуль, вентилятор, мынау барлық астында тұр. Кеше көрсеттім, конденсаторлар тұр мына жерде. Әрқайсы 8200 микроаппараталық. Міне. Мынау тұрған SEB Evradraйв деген мына сияқты. Соның бір түрі істен шыққан. Бұның IGBT модулі диодный мост, яғни диод көпір бәрі сау. Бірақ мына платасы жарамай тұр, күйіп кеткен былайша айтқанда. Мынау соның, мынау тұрған басқарушы модулі. Ал енді тексеруді бастайық. Ол үшін біз не тексеріп жатқанымызды білу үшін соғыртауға бәрі жем дегендей не тексеріп жатқанымызды қарамай ұра берсек, біз еш нәрсе түсінбейміз. Сондықтан да міндетті түрде схемасы керек бұның. Интернетте схемасы көп. Соның бір екі түрін алдым. Міне, қарап отырсаңыздар. Екеуінің айырмашылығы сондағысы. Оның ішінде кеше айтқандай тормозной резистор жалғайтын жер бар. Тормозной резистор мына тұрмына. Бұл тормозной резистор емес, мынау тұрған плавный пустоттың контактор немесе релесі. Кеше мынаны қосқан кезде тарс ете қабатады, ішінде ше, сол сияқты. Олар көп жағдайда осындай қуаты жоғары частотниктерде болады. Қарапайымдарда ондай бола бермейді негізінде. Анау айтқандай. Міне, мынау тұрмына тормозной резисторымыз энергия жалғанады. Оның ішінде сол тормозной резисторге тоқты беретін шим сигналдың көмегімен басқарылатын IGBT транзистор болады. Тормозной транзистор болады. А сыртта
тормозной резистор жалғанатын жер болады. Міне. Бұл айырмашылығы бұл схемадағы. Біреуі бір транзисторымыз мысалға минусқа эмиттермен жалғанса, екінші кейбір схемаларда транзистор мысалға плюсқа коллектормен жалғанады. Айырмашылық сол ғана. Ал енді бастайық. Ол үшін мультиметрді диод тексеру режиміне қоямыз. Міндетті түрде. Сонан соң қарап отырсаңыздар, ең кішкентайынан бастап 2 киловатт Кассын деген. Бұл негізі Қытайдікі деп естігем. Просто орыстар атын өзгертіп, прошивкасын орысша аударып сатады деп естіп жатқам, негізі шын өтірігін бір Құдай біледі. L1, L2, L3 деген 3 фаз кіретін, 380 вольт кіретін тетігі UB, W деген моторға жалғанатын шығыстар. Плюс дегеніміз ішіндегі диод көпірінен шыққан тұрақты тоғым плюсі, PB дегеніміз бұл тормозной резистор жалғанатын шығыс. Яғни бұл жердегі қалай болады сонда? Плюске ішінде тормозной транзисторымыздың коллектор жалғанады. Міне, тормозной транзисторымыздың. Жоқ, наоборот. Эмиттерге минус жалғанады. Ішінде бұл минус шықпаған, қарасаңыз, тек қана плюсын жарып қойғанда әдейі. Минусқа ішінде тормозной транзисторымыздың эмиттер жалғанады да, ал PB деген шығысымыз бұл тормозной транзисторымыздың коллектор болып табылады. Міне. Осыған бір ұшына, B2 деген бір ұшына резисторым, тормозной резисторымыздың мынаған құсаған да, мысалы, мынаған құсаған резисторымыздың бір ұшын жалғаймыз да, екінші ұшын плюсқа жалғаймыз. Көріп отырсыздар, плюс. Сол кезде мынау конденсаторымыздағы жинақталған зарядымызды 530-560 вольттан асырмай, транзистор шим сигнал арқылы ашылған кезде белгілі бір жиілікпен осы резисторымызға беріп отырады. Ол қызады, қызған екен, жылу ретінде энергиямыз сыртқа шығып кетеді. Зарядный резистор, жазып қойған зарядный резистор. Бұл емес. Бұл жаңағы плавный пусктың резисторы, және де мынау реле немесе контактор болуы мүмкін. Енді біз не істейміз, қарасаңыздар, жаңа дәл мына схемаға келіп тұрген. Схема алдымызда тұр, өте оңай болады тексеру. Біз бір шупты аламыз да, бір шупты. Қарасаңыздар. Мынау плюсқа береміз. Қызылды. Қызылды плюсқа бердім. Қазір жалғап алайын, қазір. Қолмен ұстап тұра берем, басқа вариант жоқ. Мысалға плюсқа берген кезде, міне шупты плюс дегенге жалғадым. Біз қазір мынаған жалғап тұр, мына точкеге жалғап тұрмыз. Мынау диодный мостан шыққан плюсқа. Сонан соң минус шупты аламыз да, қараны. L1, L2, L3-ке және де UB, W деген мотор жалғайтын. Яғни алты контактіге тегісіп шығамыз. Сол кезде еш нәрсе көрсетпеу керек. Бірдеңе жалт етіп пайда болып жоқ кетуі мүмкін. Оған мән бермейміз. Ол нормальный деген сөз. Ештеңе жоқ мына. Ештеңе көрсетпейді. Бұл нормальный. Не үшін көрсетпей жатыр? Бірдеңе пайда болып жоқ кетеді. Өйткені қарасаңыз, мынаған плюс бердік. Мына жерге ше. Плюс бердік. Плюспен ашылатын ештеңе жоқ. Диодтарымыз катодымен қарап тұр. Ашылмайды ол плюс берсек. Транзисторымыз 6 транзистор тұр. Әр фазаға 2 транзистордан. Ортасында тұрған қорғаныс диодтарда катодтармен жалған тұр. Олар да ашылмайды. Ешқандай минус бергенменен де еш нәрсе көрсетпейді, яғни айтқанда. Сондықтан да біз еш нәрсені көре алмаймыз бұл жерден. Енді наоборот керісінше істейміз. Плюс шуп тастаймыз да, орнына қара шуп тигіземіз. Сөйтіп бір тексереміз. Міне бұлай ұстап тұрмын. Минусты бердім мына точкеге. P плюс дегенге минусты бердім. Енді L3-ке тигізем. Міне, что-то не то жетпей тұр міне. Диод көпірдің кернеу қуылауы 505 милливольт, L2 506, 505 почти. Сонан соң L1 506. Енді мұны алмай тұрамыз. Қара шупты. Содан соң барып
электр қозғалышына жалғанатын шығысты тексереміз. Бұлардың диодтарының кернеу құлауы аздау болады. Қанша дегенмен жылдам ғой, қозғалады. 480-479 милливольт көрсетіп тұр. Мынаныкі 478, мынаныкі 480, почти жобалас. Яғни біз бірден диод көпірінің қазір қарап отырсаңыздар, бір жағын ғана тексере алдық. Екінші жағын тексере алмаймыз, өйткені минус шығып тұрған жоқ мына жақтан, минус клемма. Біз мына диодтарды тексердік. Энергия минус берген кезде мынау 3 диодымыз ашылды. Бұл Ларион диод көпір деп аталады. Солың ғалымның ойлап тапқанын соған байланысты соның атын қойған. Және де жоғарыда тұрған транзисторлеріміздің ішіндегі диодтарын тексердік, және транзисторлерді аман деген сөз. Егер қандай да транзистор күйетін болса, уже не то көрсетеді. Не көрсетеді, немесе праздонг, яғни короткий беріп тұрады. Ол бітті деген сөз шаруа. Яғни жоғарыдағы 3 транзисторымыз да сау, ішіндегі диодтар да сау. Бұлар бірге біте қайнасқан болады. Бір корпустың ішінде тұрады. Өзі жалпы мына модуль әр мынандай кішкентай қуаты аз частотниктерде кішігірім бір модуль болып тұрады. Ал қуаты жоғарыларда көп жағдай екеу болады. Себебі бұрадар айттым. Мысалға қарасаңыздар, міне корпус былай тұрады негізі. Міне жоғары жағы. Так, міне L1, L2, L3 деп тұр. Диод көпірі. Оның бір бөлек. Қарасаңыздар, міне бір шетіне тұр, 4 бұрышты үлкен. Мынау шығысы. Мынау шығыс жақ. UVW. Мынау 3 контакты. Бұның IGBT модулі бір бөлек. Диод көпірі бір бөлек, IGBT модулі бір бөлек. Құдай білет деп айтайын, мынау үлкен частотниктікі де сондай шығар деп ойлаймын. Бірақ гарантия жоқ. Может, барлығы бір корпуста тұруда мүмкін. Енді әркім қалай істейді, соған байланысты шығара береді ғой. Міне, енді мынау сау екенін көрдік. Бұл да тек қана жаңа айтқанымдай, мына жақтағы жоғарғы басындағы 3 диодты тексердік. Сонан соң жоғары жақтағы 3 плечоның 3 транзисторын тексердік. Жоғарғы плечоның 3 транзисторын тексердік. Диодында, транзисторында. Бір диод кеткен болса, транзисторда кетті деген сөз ғой, қысқасы айтқанда. Енді келесі кезек дампыз күйген частотникті көрсетейін, қалай болатынын. Крышкасын ашайық. Жоғары қойғанымыз. Так. Бұл күйген частотник болып табылады. Бұның мысалы қарасаңыздар, L1, L2, L3 деген кірісі, мынау тұрған UVW деген шығысы. Мынау тұрған үшеуі, ортасындағысы плюс шығыс тұрақтықтың, шетіндегісі минус шығыс тұрақтықтың. Және де ортасындағысы мен оң жақ шетіндегісі тормозной резистор жалғанатын разъем болып табылады екен. Яғни ортақ плюспен мына шеттегісі. Енді бұны былай тексереміз. Минус шүпті аламыз, сөйтеміз да мынау плюске жылғаймыз. Тегісіп тұрамыз, ұстап. Плюс шығысқа, тұрақтықтың шығысына. Фокусировка ұстамайды. Жақсылап тұрып, ұстап тұрамыз да. Сөйтеміз де электр қозғалышына жалғанатын 3 шығысқа кезек-кезек тегізіп шығамыз. Оң жақта мысалы, ешқандай айырмашылық жоқ. Тегіздім. Мына транзисторымыздың ішіндегі диодтың падение напряжение, яғни кернеудің құлауын көрсетіп тұр қазір бұл. Біз қазір плюске тегізіп тұрмыз. Мынау P плюс деп тұр ғой, сөйге тегізіп тұрмыз. Минус шупты сөйтіп тұрмыз да. Мынау қызыл шуппен мынау W дегенге тегізіп тұрмыз. W тегізіп тұрмыз. Сол кезде қарасаңыздар, мынау транзисторымыздың диоды ашылып, бізге осы диодтағы кернеудің құлауын көрсетіп тұр. Мынау диодымыз. Яқтан минус кеп тұр ғой, өйткені P плюстен. Яғни мына сау деп тұр, мына транзисторымыз.
Енді ортаңғысына қоямыз. В-ға. W-ға қойдық, енді V-ға қоямыз. Қараймыз. Қойдым, бірақ еш нәрсе көрсетпейді. Ары бері қозғалтам. Бірақ бірдеңелер пайда болып жоқ кетіп жатыр. Енді пайда болды, қараңыз. 600 қанша? 40-ты көрсетіп тұр. Бұндай болмайды. 640 көрсетпеу керек ешқанда. Өйткені бұлардың ішіндегі диодтарымыз кернеу құлауы бұндай көп болмайды. Көрдіңіздер ғой, жаңа сауы 420-ны көрсетіп тұр. Мынау болса 640-ты көрсетіп тұр. Енді U-ға қоямыз. Шетіндегісіне. Шетіндегісі 418 көрсетіп тұр. Яғни біздің ортасындағы мынау V-дағы ортасындағы транзисторымыз тұр ғой. BT3 деген. Сол күйген деген сөз. Енді диодты тексерейік осы шупталмай тұрып. Плюс, P плюста тұр, минус шуп. Енді мынау кіріс 380-нің бас кіретін жеріне тегісіп көрейік. Бірінші, L3-ке 502-ні көрсетіп тұр, яғни сау. Ерсіті деп тұр ғой, соның біреуіне тегіздік, сол кезде бір диодтың сау екенін көрсетті. Бір диодтың сау екенін. Ортасына қоямыз. L2-ке. Ол да сау деп көрсетіп тұр. Жоғарғысындағы диодтар тексеріп жатыр. Жоғарғысындағы үшеуін. L1-ге тегіземіз. L1-ге. Что-то ештеңе көрсеткен сияқты. Қайтадан тегізіп көрейін. 502-ні көрсетті. Мынау көрсетпейді что-то. Көрдіңіздер ме? Контакт тиіп тұр негізі. Бірақ ештеңе көрсетпейді. Яғни мынау үш диодтың біреу күйген деген сөз. Диодтан біреу күйген, транзистордан ортаңғысы күйген болып тұр. Енді шупты мынау минусқа тегіземіз. Минусқа біз енді қызыл шуп тегіземіз. Міне, қызыл шуп тегіздім. Сонан соң астыңғы транзисторлар тексереміз. N-қа плюс шупты тегіздім. Сол кезде мына ортасындағы транзисторларымыздың қорғаныс диодтары ашылады. Соны тексереміз енді қайтадан. Астыңғы плечодағы транзисторларды. Ой, мынау яркісі не болды? Міне, біріншіне тегіздім. 421-ді көрсетті. Ортасына. Ортасы. Так, шығып кетті ме? Жоқ, шыққан жоқ. Қайттан біріншін тексерейік. 421. Екінші шығыс. Ештеңе көрсетпейді. Вообще. Мүлде тек көрсетпейді. Мынаған тегізен бірден көрсетеді. Міне. Мынау көрсетпейді. Ол дегеніміз қазір біз бірінші көрсетіп тұрғаны W, W деген шығыс. Ол дегеніміз мынау көрсетіп тұр. Мынау транзистор сау, BT2 деген. W-іміз мынау тұр, міне шығыс. Мынау көрсетіп тұрғаны міне. BT2-іміз сау деп көрсетіп тұр. Транзисторымыз диод сау болса, транзистор де сау деген сөз. Ал ортасындағысы V-мыз, мына ортасындағы транзисторымыз көрсетпей тұр нәрсе. Значит, абырып күйген деген сөз. Енді U-ға қояйық. U 418 көрсетіп тұр. Бұл сау деген сөз. Яғни BT2 мен BT4 көрсетіп тұр. BT6 көрсетпей тұр, абырып көрсетіп тұр. Астындағы плешодан мына бір транзистор күйген. Үстіңгі плешодан қайсы жаңа естен шығып кетті. Қайттан қоямыз, бір тексеріп жіберейік. Онда 420. Міне 636. Үстіңгі транзистордан BT3 күйген, астыңғы транзистордан BT6 екеуі қысқа тұйықтауы болуы мүмкін, содан кіліп кеткен болуы мүмкін. Бұл частотниктің күйу тарихы
былай болған, короче, шығысындағы бір пазымыз, моторға жалғанып тұрған бір пазымыз корпусқа тиген дейді. Корпусқа тигенде қысқа тұйық толы болған. Сонымен мына ішінде атылған дыбыс шыққан. Содан бері істемей қалды, башқан кезде. Сол атылған сол ішінде IGB транзисторларымыздың дауысы шыққан, атылған. Содан кейін көріп отырсыздар. Осы екі транзисторымыз жоғарыдағы плечадағы BT3 пен астында плечадағы BT6 екеуі күйген болып тұр ғой. Екеуі де бірде ашылып қалды ма, сол кезде короткий замыкание болып кеткен болуы мүмкін. Міне осылай тексеруге болады. Міне көрдіңіздер ғой. Және диодтың біреуі кеткен болып тұр. Енді біз диодты тексеруіміз керекпіз, қайтадан N минусқа плюс қызыл шүпті қоямыз. Міне минус шығысқа шүпті қойдым. Енді төбесінде диод көпірін тексереміз тағы да. Астыңғы плюшон диодтарын 3 диодты. BT4, BT5, BT6 деген. Біреуіне тигіземіз қазір. Так, тиіп тұрмыз, тимей тұрма. Ешқайсысы көрсетпейді жота. Или контакт жетпей тұрмын. Қазір былай ұстап тұрайық. Транзисторды бір тексеріп жіберейік. Дұрыс тимей тұр. Қазір тигізіп алайын. Мына ұстап тұрмын. Контакт жетпей тұр екен, оказывается. Мына бір шетіне тигіземін. E3-ке. E3 сау деп көрсетіп тұр. 502. Ортасы. Ол да сау. Шеті. Сау. Яғни астыңғы 3 диодымызда сау болып тұр. Жоғарыда бір диодымыз кеткен. Сонан соң екі транзисторымыз кеткен. Міне. Осылайша білеміз біз енді. Бұны бір шетке қойған. Енді келесі частотникке көшейік. Бұл да істен шыққан частотник кеткен. Айтулары бойынша әйтеуір мынау мысалы 3 бас кіретін жер бар ғой, жаңа айтқан. 3 бас кіретін жерге 3 бас жалғамағанда керісінше бұл жерге мотор жалғаған дейді, біреулер қателесіп. Ал керісінше моторға жалғанатын шығысына 380 берген ғой. Айтқан кезде мынау тұрған 3 бас кіретін жерге мотор жалғап, ал наоборот керісінше мотор жалғайтын жерге 380 берген. Сол кезде мынау ішінде транзистордың туы қалмаған. Яғни атылған да. Мұндай кезде қалай көрсетеді екен, соны байқайық. Тағы диод тексеру режиміне қойып қойдық. Бұл жерде көріне ме, көрінбей ме? Міне. L1, L2, L3 деп тұр міне. 1, 2, 3. Екеуі просто перемешке берген, астыда үстіде бір контакт болып табылады. Сосын міне. V, W, U міне. 1, 2, 3 моторға. Сосын бұдағы плюс минусымыз. Так, минусымыз мынау тұр міне. Мынау контакт. Плюсіміз мынау контакт болып тұр. Екеуі бірге перемешке беріліп тұр. Бірінші газ плюсқа минус шүпті береміз. Сосын қалған L1, L2, L3-ке және де шығыс моторға жалғанатын жерлерге тигізіп көреміз. Плюске минус шүпті береміз қазір. Жақсылап тұрып, ұстап тұрып, не көрсетеді екен. Бірінші мотордың шығыстарына беріп көрейік. Тегізіп атыр, мысалы қараңыз, дым көрсетпейді. Мынаған да тегізсем іштерінсі көрсетпейді. Мынаған іштен көрсетпейді. Енді кіріске L1, L2, L3 іштен көрсетпейді. Яғни толықтай ажыраған. Енді біз плюсқа бердік, енді минусқа беріп көрейік. Минусқа плюсті береміз. Диодтар ашылу үшін, егер сау болса. Мотордың шығыстарына тегізем. Іштен көрсетпейді. 0. L1, L2, L3-ке тегізіп атырмын. Іштен көрсетпейді.
яғни шаруасызданған деген сөз. Полный ажырап кеткен ғой атылған кезде. Енді мынау сауы. Бұл сау, бірақ бұның ақауы программа жағынан болып тұр дейді, айту бойынша. Силовой жақ сау дейді. Міне бұда да дәл осындай ғой. L1L2L3 UVW 3 шығыс. 3 кіріс, 3 шығыс, короче. Тормозный регистр жалғанатын жері. Плюс, минус. Транзисторымыздың коллекторы, мұны қарап отырсаңыздар. Іш жағынан жалғанады, бұл жақта көрсетілмеген. Транзистор ішінде тұрады ғой. Транзисторымыздың іш жағынан минусқа прямо жалғанып тұр. Емиттері. Сөйткенде коллекторы сыртқа шығып тұр. PR деген контакттан. Осы PR-ге тормозный резисторымыздың бір ұшын, екінші ұшын P1-ге немесе P+ екеуі перемешке беріп тұрғандықтан айырмашылық жоқ. Жалғай саламыз. Сол кезде артық энергияны мынау резистордың бойына берген кезде жылу ретінде шығады. Сол кезде конденсаторларымыз, HB транзисторларымыз аман есен қалатын болады. Енді бұны тексерейік. Дәл жаңағыдай. Міне P+ге қара шутты береміз. P+-іміз мынау тұрмын. Сөйтеміз да. Бірінші кіріс диодтар тексерейік. L1, L2, L3-ге. Біріншісі диод 443 милливольт, екіншісі 443, үшіншісі 444, яғни сау. Енді қара шутты алмаймыз да, енді шығыс тексереміз. Так, бірден қысып қойын кез. Так, енді шығыс тексереміз. 429, екіншісі 429, үшіншісі 429, яғни нормально. Енді қара шупты аламыз да, біз мынау қызыл шупты минусқа қоямыз. Біз қазір жоғарғы диодтар тексердік, сау болып шықты, және жоғары транзисторларды тексеріп шықтық. Транзистордың ішіндегі диодтарды. Диод сау болса, транзистор сау деген сөз. Енді астын тексереміз біз. Мынау ең минусқа біз қызыл шупты бердік, плюсті бердік. Сол кезде диодтар ашылады. Және де астындағы транзисторларымыздың үшеуінде диодтар ашылады. Бірінші мына үшеуіне тегіс көреміз, сосын мына үшеуіне тегіс көреміз шығысқа. Бірінші кіріс 444, 445, үшінші кіріс 443, енді шығыс бірінші 416, екінші 416, үшінші 415. Кіріс мынау ларион диодтары, жалпы диод көп ғой. Әрқашанда транзистордың диодынан қарағанда падениесі өте көп болады, қараңыздар. Сәл болса да көп болады. 444 көрсетіп тұр. Мына транзисторымыздың кез келген біреуін алайық. 416 көрсетіп тұр, көрдіңіз ба? Содан білуге болады. Қайсысы кіріс, қайсысы шығыс. Яғни бұл сау деген сөз. Бұл часотигіміз сау. Енді мынаны тексерейік. Set Everdrive деген часотигімізді. Мұнда тормозный резисторымыз, мынау екі шығысы. Мынау R плюс пен мынаяқтағы плюс екеуі бірге жалғанған перемешке арқылы ішінен. Бұл жерде транзисторымыздың шығысы мына R минус R деп тұр. Яғни плюске резисторымыздың бір ұшы кіреді, екінші ұшы мынау транзисторымыздың шығыс коллектор жалғанады. Ал транзисторымыздың емиттері шығыс минусқа тікелей жалғанып тұр. Міне. Және де қарама-қарсы қосылған диод бар. Транзисторды қорғау мақсатында мынау базасы. Енді примерно жасағам маркермен түсінікті болу үшін. 3 шығыс моторға, 3 кіріс 380 вольт. Ал енді тексеруді бастайық. Бұда да сол ғой.
анау ештеңесі жоқ. Түсініп қалған шығарсыздар деген ойдамын енді. Бұған да бірінші плюсқа минус жүкті береміз. Сөйтеміз да кіріс диодтарды тексереміз бірінші. Так. Ой, ұстап тұрайыншы. Плюсқа береміз. Жатасып кетіп. Так. Ұстап тұрайыншы. Плюсқа қара минус жүкті бердім. Сол кезде диодтар ашылады. L3-ке тигіздім. Так. L3-ке тигіздім. Ой, бұл да бір көтшетіп кетқаны қаршы. Қазір тигіз болайыншы. Міне тигіздім. L3-ке 446-ны көрсетіп бір. L2 барғанда ғанай 441 L1 428. Яғни сау. Енді шығыс транзисторлердің ішінде диодтарын тексереміз. Жаңа айтқандай шығыс плюспен мына R плюс екеуі 1, сондықтан да мына жақтан сөз аламыз да. Шүкті. Ыңғайлы болу үшін. W-ға тигіземіз шығысқа. 366 әлде қайдасы. Кернеудің құлауы. B-ға 366, U-ға 365. Яғни жоғар жағын бір сау. Астын тексеру үшін жаңағы мұны айта бергеннен пайда жоқ. Минусқа қызыл шөті береміз. Сөйтеміз де соны қайталап шығамыз. Минус жүкпен бүкіл кірістерге тегісіп шығамыз. 468 L2 тимей тұр, короче. Контаж теппей тұр. Тегізіп алайын газ. Міне L2 435 L1 так 438. В общем, сау диодтарымыз. Транзисторлерді сау ғой, яғни. Өйткені қазір мынаны ұстап тұру деген. Болмаса былай ұстап тұрайын мен оны. Мына жаққа біреуін басып тұрайын. Жақсылап тұрып сосын. Мынаны басамыз қазір. Так. Міне 367. Сосын мынаған қоямыз. Минусқа тигіземіз. 366. Мынаған тигіземіз. 365. Яғни транзисторлер де, диодтар да барлығы аман есен сау. Енді мына тұрған Sinamix деген Siemens'тің. Бұл да немецкий. Оны тексеру үшін міндетті түрде кабель жалғау керек. Немесе ұзын шук керек. Өйткені ондай разъемдар арқылы жалғанады ішіне. Тығу ыңғайсыз да. Кабель жалғап қойдым. L1, L2, 3 кіріс 380 вольт шығыс моторға. Міне. Оның плюс минусы о үш жағында тұр, короче. Көріне ма, көрінбей ма? Үш жағында мынау тұр міне. Мынау осы плюс, ар жағындағысы минус. Қателеспесем. Міне соған дәл жаңағыдай точкаларға, нүктелерге P плюсқа минус жүкті мультиметрдің, минус шығысқа қызыл жүкті береміз да, кірісі мен шығысын дәл жаңағыдай тексереміз. Енді де ақыр соңын қалғаны мынау тұр. Үлкен частотнигіміз, осыны тексерейік та, видеороликті аяқтайық шын айтқанда. Бұл да жаңа P плюс пен P минус.
яғни шығыс тұрақты тоқ. Бірінші міндетті түрде негізі заряд қалмаған ба екен деп тексеріп алу керек, тұрақты тоқ режиміне қойып. Өйткені үлкен конденсаторлар тұр. Егер заряд қалып кетсе, тоққа түсіп қалуы мүмкін да. Міне бұның да осы ғой, дәл жаңағыдай. Так, минус шығысына қызылды қоямыз. Керісінше кіріс диодтарын тексереміз. 407 389, что-то мынау аздау, мынау көптеу. Үшіншісі 404, осындағысы аздау көрсетеді екен. Енді шығыс транзисторлеріміздің ішіндегі диодтарын тексерейік. Яғни транзистордың өзіне тексерген болып саналамыз ғой. 348, 350, 350. Нормально. Нормально, өйткені бұл новый ғой. Күймеген ғой. Сондықтан нормально көрсетіп тұр. Күйсе жаңағындай көрсетпеу керек еді. Енді плюс шығысқа қара шүкті тығамызда бірінші диодтар тексерейік. 406, 409, 407, 408 көрсетіп тұр. Енді шығыс транзисторлардың ішіндегі диодтар 345, 345, 343, 344 ойнап тұр. Болды, міне осымен тексеріп біттік, аман есен. Бұда мына тормозный резистор жалғанатын жері перемешкені алып тастайды екен. Әйтеуір нұсқаулығын оқсақ, егер резистор болса, резистор болмаса жалғай саласын деп қойыпты әйтеуір. Және де екінші вариант бар екен. Арнайы осы частотке ұқсаған 4 бұрышты арнайы құрылғы бар. Тормозной резистор бәрі өзінің ішінде, схемасы, басқару схемасы барлығы өзінің ішінде дейді. Мүмкін мұнаған жалғана ма, бірге синхронды істеу керек өткен. Соны мына плюс-минусқа жалғайды екен да. Бұл жаңағы конденсаторлардың шығысы ғой, тікелей. Сода кернеу артып баратса, 530-560-тан асып баратса, бірден ішіндегі жаңағы арнайы бөлек блоктың ішіне тормозной транзистор ашылып, жаңа широтный импульсный модуляцияның көмегімен ашылады, шим сигналмен. Бірден ашыла салмайды, әйтпесе ол да күйіп кетеді. Ашыла отырып, осыдағы зарядты қалып жағдайға әкеліп отырады екен, яғни түсіріп отырады. 530-560-тан асырмайды былайша айтқан кезде. Міне сол. Міне осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Осымен енді ұнап жатса лайктарыңызды басып, таныстарыңызға таратып, каналға жазылып кетуіңізді сұранамыз. Ендеше аман сау болыңыздар.